Ағаларымыздар, қазақтар, мынандай бір пікір кепті. Жауап беру Айдара деп басталды. Ойласаңдаршы, басар жоқ, үлкен өтір нүкте жоқ. Елге ірткі салып, іштен қорытпақшы біреулер дейді. Маған да бүйтіп айтпапты бетіме. Ата бабамыз бекерден ислам дінін қабылдаған жоқ, адаспаңдар дейді. Біріншіден Мұратбек көкема, ағама, ініма, бауырыма әйтеуір осы елде тұрып жатыр бір азамат екенсіз, енді гражданство азаматтығыңыз бар. Білмеймін, қазір бәрін мұсылман, қазақ бөліп тастайтын болдым. Баяғыда кішкене жанашыр екенмін, қазір ондай, кешіріңіздер, ондай жоқ. Өйткені ақтақ, қарам қара деуіміз керек. Ислам религиясы қазаққа бейбіт түрде келген жоқ, соғыспен келді. Қазақ оны мойындайын деп мойындаған жоқ, әлі де мойындаған жоқ. Сондықтан шатаспа, өзің шатаспа, өзің адаспа. Екіншіден, біздің тәңірлік терминдерді ислам религиясы пайдаланбасын. 1.055.086 рет айта берем, одан жалықпаймын. Муфтият біздің терминдерді пайдаланбасын, өзінің ислам религиясының терминін пайдалансын. Үшіншіден, мен өз ана тілінде амандасып жатырмын, армысың деп үлкен ағаларға, қарттарға бармысыз деп амандасамыз. Жастар сәлем деп амандасады. Апайлар, ағайлар, былай ізеттік, былай этика, мысалы мәдени ретінде сәлеметсіз бе дейміз, қайырлы күн дейміз, қайырлы кеш дейміз, кеш жарық дейміз, қайырлы күн дейміз, қайырлы таң дейміз, қайырлы түн дейміз. Қазақта 2,5-3 миллион сөздік қоры бар. Бізде амандасудың түрі бар. Мысалы, амансыңдар ма дейді, қалайсыздар дейді, қал жағдайларын аман сен, қалай дейді. Жетеді, не хабар дейді, сәлем бердік дейді, мысалы батыс жақта. Сонда сен қазақшылдығыма тиісіп тұрсың ба, қазақ ұлтыма тиісіп тұрсың ба сонда? Саған қазақтың терминдері ұнамай тұр ма сонда? Қазақтың сөздері ұнамай тұр ғой сонда саған. Сонда сен мен конституциялық құқымды бұзып тұрсың ба сонда? Мен осы елдің осы ұлтымның осы мемлекетінде тұрам, өзім ата баба қонысында тұрам. Сонда сен мен тіліме тиісіп тұрсың ба енді? Кімсіңдер сендер? Аузыңды бағып сөйле.